Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болатын осындай сметанникті жасайтын боламыз. Көп маған дайрекке хат келіп жатады, Гаухар, пирог жасасам, қамыры қатты болып қалады деп. Ал егер де сіз дәл осы рецептпен жасасаңыз, сіздің пирогыңыздың қамырының жұмсақтығы 3-4 күнге дейін сақталады. Сметанникті мен бүгін өзгеше әдіспен ұсындым. Үстіне осылай шоколадты ерітіп, жақтым, қыздар, өте дәмді болып шығады. Ал кеттік. Алдымен жұмсақ қамырымызды әзірлейміз. Ол үшін бізде бөлме температурасындағы тұрған сары май керек. Сары май менде міндетті түрде 82%, оған бір жұмыртқаны қантты қосып, венчиктің немесе қолмен, тіпті қасықпен де барлығын жақсылатып, осылай біркелкі етіп араластырамыз. Бізді масса аралас болғаннан кейін құрамына қарай енді ұнды, қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Яғни пирогтың қамырының жұмсақтығы тікелей майға байланысты. Сол себепті пирогқа 72% майды пайдалануға кеңес беремін. Енді диаметрі 23-26 см болатын формаға әдемілетіп, осылай начинкамызды, яғни қамырымызды жайып шығамыз. Ал енді начинкасын әзірлейміз. Ол үшін бізге 20% қаймақ керек. Оған 3 жұмыртқаны қантты және де қоюлату үшін 1,5 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Егер де үйіңізде жүгері крахмалы болмаса, оның орнына ұнды да пайдалануға болады. Осылай енді барлығын араластырып шығатын боламыз. Егер де қаймақтың үстінде суы шығып сөйтіп тұрса, міндетті түрде суын төгіп тастаймыз. Сол кезде біздің начинкамыз жақсы қататын болады. 20-25% қаймақты пайдалануға кеңес беремін. Мінеке, біздің начинкамыз дайын болды. Енді 180 градуста пешімізді қыздырамыз. Одан кейін 35-40 минуттай пирогымызды пісіретін боламыз. Пирогты қарап тұрамыз, қыздар, күйдіріп алмаймыз. Яғни әр адамның пеші әртүрлі болғандықтан пирог әртүрлі уақытта пісіп шығады. Піскен пирогты бірінші міндетті түрде формасында 1 сағаттай суытып аламыз. Одан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Енді дәмі керемет, жұмсақ, балмұздақ сияқты болып шығады. Бүгін мен бұл сметанникті осылай шоколадты ерітіп ұсынуды жөн көрдім. Енді дәмі керемет болып ашты. Әртүрлі жидектермен ұсынсаңыздар болады. Сонымен қатар достар, аптасына 3 рет менің YouTube каналымда жаңа рецепттер шығып отырады. Каналыма тіркелеміз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.